Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен бүгінгі тақырып жалпы өсу жолында, проблемаларды шешу жолында адамдардан көңіл қалмау үшін не істеуге болады деген тақырып болды. Сондықтан сол тақырыпты мен сіздерге тарқатып айтып берейін. Жалпы адам баласы өзгелерден біз көңіліміз қалып жатады. Кімнен көңіліміз қалып жатады? Әсіресе біздің жақындарымыздан көңіліміз қалып жатады. Неге? Жанымызда ылғи жақындарымыз жүретін болғандықтан біз бір нәрсені жасап бере қоймады, бірдеңені сөйте салмады, солай жасай салмады, мен солай істеп едім, анау мынау деп ылғи да есеппен жүретін сияқты боламыз. Шындығына келгенде ол реніштер, өкпелер неден туындайды? Өз-өзімізге сенбеуден, өзімізден емес өзгелерге сенудің кесірінен болады. Егер біз өзімізге сеніп және тәуекел етіп, бұның барлығына өзім кінәлімін, өзімнен болды, және минустар болатын болса да, проблемалар болатын болса да, өзімнен болады, өзім шеше алам. Сондықтан бұның барлығы өзіме қатысты деп ойланатын болсақ, ол басқаша болады. Ал біз жоқ, олар көмектесу керек еді, жасап бере салмады, солай көмектессе деп бірдеңені күткен кезде, ол нәрседен міндетті түрде біз көңіліміз қалады екен. Өйткені біз Алла тағаладан бұрын адамзатқа үміт артқан кезде, жалпы Алладан басқаға үміт артқан кезде, сол үміт артқан дүниенің барлығына жеңіледі екенбіз. Міндетті түрде содан біз көңіліміз қалады. Өйткені бізге жаңағы дүниеге сенуге болмайтындығын, жаңағы өз адамның иесі адам емес екендігін, жаңағы сен де Алланікі екеніңді, дүниеде Алланікі екенін, оның үстінде үлкен бір жаратушы күштің бар екенін, оның иесі бар екендігінің дәлелін көрсетпей бұл өмірде болмайды екен. Сондықтан әрқашан үміт етпеңіздер, біреуден күтпеңіздер. Біреуден күттіңіз ба, ол заңдылық, сондай ереже бар, міндетті түрде одан көңіліңіз қалады. Көңіліңіз қалғаннан кейін сіздің ортаңызда, екі адамның ортасында қарым-қатынас комплект бұзылады. Ол жаңағы келесі адамның ақымақтығынан, немесе оның тәкаппарлығынан, немесе оның жауапсыздығынан емес, сіздің өзіңізге деген, сіздің Аллаға деген сеніміңіз жоқтықтан, сіз үмітті соған артқандығыңыз себепті ол өзіңізден болатын нәрсе. Сондықтан ешқашан ешкімнен ештеңе күтпеңіздер. Жақсылық та, жаманшылық та, біреуге бір нәрсе істеп алып, оның қарымын адамнан күтпеңіздер. Егер сол нәрсені жаттап, мықтап тұрып үйреніп алатын болсаңыздар, ешқашан ешкімнен көңілдеріңіз қалмайтын болады. Ешқашан ешкімге ренжімейтін боласыздар. Ешқашан адамдардан емес, Алладан күтсеңіз, сізде жеңілу және ылғи көңіл қалу деген нәрсе болмайды. Көңіл қалғаннан кейін барып адамда сенімсіздік пайда болады. Осы сенімсіздік төмен қарай тартады, төменге түсіреді. Осы нәрсенің бастамасы болмас үшін қайталап айтам, әрқашан Аллаға сеніңіз, тәуекел етіңіз, өзіңізден болатынын, біреуден бір нәрсе, біреу сізге бір нәрсе жасап бере алмайтындығын мойындау керек, және сіз өзіңіз білуіңіз керек. Адам, ол адам, өзінің проблемасын шеше алмай жүргенде, өзінің жағдайын дұрыстай алмай жүргенде, әрбір адамның өзінде проблемасы бар, өзіндік проблемалар бар. Бізге оны Алла тағала көзімізге перде қойып қойған, өзгелерден көрсетпейді. Ал біз олардың барлығын телефоннан, инстаграмнан, суреттен, және бір жақсы видеоларынан, кім темный тұсын көрсетеді, ешкім көрсеткісі келмейді. Мен де мысалы үйімде жүрген орамалмен просто сол киіммен шығып фото түсірмеймін, видео түсірмеймін ғой, тура сол сияқты. Ешкім сізге өмірінің темный жағын, проблемный жағын көрсетпеуге тырысады. Сондықтан біз адамдарды идеал көргенімізді қоюымыз керек. Адамның барлығы керемет, адамның барлығы бақытты деу, ол ақымақтық. Өйткені әрбір адамда бір нәрсе кем болады, бір проблема болады. Оны әдейі Алла тағала, Алланың әдейі дегенде Алланың сондай бір керемет құзыретінің арқасында сондай қылдырып жаратқан адамды. Сондықтан әрбір адам сол бір минусты жөндеуге, сол бір но дегенге жету үшін талпынып жүр. Сондықтан
сіздің де талпынып жүргеніңіз сіздің бір минусыңыз емес. Ол сіздің содан керемет ақылмен, керемет көркем мінезбен, керемет жаңағы даналықпен жетіп, осы дүниенің сабағын алып, сол нәрседен шыға беретін болсаңыз, ешкімге сенбестен, Алладан ғана үміт етіп, тәуекел етіп, проблеманы, түйткілді мәселені шеше алатын болсаңыз, сізге ары қарай жол жеңілдей түседі. Ал жоқ, анаған мынаған десеңіз, сіз өзіңіз орныңызда жүріп келе жатқан машинаңызды тоқтатып қойдыңыз да, жан-жаққа жалтақтап отырсыз деген сөз. Сіз солай жолда қаласыз. Сіздің ол проблемаңыз ешқашан шешілмейді. Сондықтан ешкімге ешқашан үміт артпай, өзіңіз шешіп үйреніңіз. Өзіңіз, оның көптеген шешімі бар. Жалпы талай айтып жүрміз, әлем көп қырлы. Әлемде шешім өте көп, жауаптар өте көп. Сондықтан сіздің проблемаңыз ол шешілмейтін проблема емес. Шешілмейтін, сіз көтере алмайтын жүкті сізге Алла тағала бермейді. Сондықтан қандай сынақта тұрсыз, қандай проблемада тұрсыз, өзгелерден күтпеңіз. Тәуекел етіңіз, дұға жасаңыз, алға жылжыңыз, өзіңіз шешіңіз. Оңай болады. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осы проблемадан шығу жолы ешкімге үміт артпау, ешкімге қарамау, ешкімге жалтақтамау екендігін жақсылап түсініп алыңыздар. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Жүрек тыныштығын